2000 теңгеге шіпияға бермей өзіңіз үй жағдайында осы менің әдісіммен шалбарыңызды немесе көйлегіңізді бүксеңіз болады. Видеоны толық көру үшін соңына дейін көрсеңіздер болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен клиентіміздің осы шалбардың үстіне кигіземіз де, сосын өзінің қалауы бойынша осындай керекті өзінің шамасын сұрап аламыз. Одан кейін осылай қолымыз саусағымыз қоямыз. Яғни менде осы 4 саусағым бізде 4 сантиметрді құрайды. Яғни 4 сантиметрді осылай есептеп аласыз. Артық бұл яғни бүгуге кететін нәрсе. Ал қалған артық жерін өзіңіз осыны алып тастайсыз. Қайшымен қиып алып тастайтын боласыз. Міне осылай шалбарымызды бірінші осылай бүгіп дайындап аламыз. Міне ендігі кезекте мына шалбарымызды, мына керек емес жерін осылай қайшымен бір біліп осылай қиып алатын боламыз. Екеуін бірге осылай қимаңыздар, себебі қисық болып шығады. Осылай жеке-жеке осылай қиып алсаңыздар болады. Міне дәл осылай екінші жағында солай қиып аласыздар. Осылай қайшымызбен қиып алғаннан кейін біз машинкамызды дайындап, яғни сабақтап осылай тігетін боламыз. Тіккен барысында бізде осылай мана айтқанда 2 см ішіне қайырып, және де тағы 2 см тағы осылай орайтын боласыздар. Немесе осы машинканың көмегімен машинкада 2 см өзінің размері тұрады, сызылып, сол бойынша тіксеңіздер де болады. Міне қазір қараңыздар, осылай мен қоямын. Мені қойғанда көрдіңіздер ме? Осы жерде сызығы бар. Соған дәл қойсаңыздар да қиналмай-ақ осылай түзеу болып тігіп шығасыздар. Міне осылай тігіп, зу етіп тігіп шығады. Бізде мұнда жіптің размерін, яғни ширинасын менде 3-ке қойып тігіп жатырмын. Ал көйлектерде штапель бірдемелер болатын болса 4-ке қойып тігесіздер. Солай достар, менің осы каналдың дамуына өздеріңіз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Яғни поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісіне, Instagram желісіне салсаңыздар болады. Және де сұрақтарың болса, комментарийға қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Дәл осылай екі жағын осылай тігіп шығасыздар. Міне дәл мен тіккенде зу етіп осылай тігіп шығасыздар. Дәл осылай үй жағдайында өздеріңіз тіксеңіздер болады. Міне достар, осылай барлығын тігіп шығамыз. Дәл осылай екінші жағында тігіп шығатын боламыз. Міне жібін дәл астына тақатып осылай қиясыздар. Мені көріп тұрғандарыңыздай, ендігі кезекте мені сіздерге тігісін көрсетіп жатырмын. Мені осындай түзеу болып шығады. Дәл осылай үй жағдайында өздеріңіздер тіксеңіздер болады. Видеоны лайк басып, сұрақтарың болса комментарийға тастаңыздар, міндетті түрде жауап беремін.